Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге бал қосылған печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Еліктен өткізіп дайындап қойған ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Осылай болып шығу керек. Енді қантымызды қосып араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді жұмыртқамызды, балымызды қосып, қопсытқышымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Артық еш нәрсе қоспаңыздар. Дәл осылай қамырмен осы қосылған заттарды жақсылап мыжылай берсеңіздер, өзі жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей, жұмсақ етіп қамырымыз дайын болды. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек, сонда печеньелеріміз жұмсақ болып шығады. Енді осылай бөлшектерге бөліп, домалақ етіп пішін жасаймыз. Осылай домалақтатып, табамызға пергамент қағазын төсеп, орналастырып шығамыз. Міне, түгел орналастырып алдық домалақ етіп. Үстіне осылай вилканың көмегімен басып шығыңыздар, әдемі көріну үшін. Енді жұмыртқаның сарысымен бетіне жағып шығатын боламыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, өте жылдам дайын болады. Қазір піскен кезін көрсететін боламын. Мінекей, пісті. Иісі деген енді айта алмаймын, өте күшті болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Лайк, коммент сіздерден күтемін. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Сау болыңыздар.